Ассалаумағалейкум. Шошып кетпеңіздер, мен сіздерді оятып алу үшін естіп айқайладым. Ал қазір біздер өзіміздің тақырыбымызға кірісейік. Ендеше Facebook'та және Instagram'да реклама жіберу үшін сіздер ең алдымен Facebook'та тіркелу керексіздер. Facebook'қа тіркеліп, Facebook'ты компьютерден ашқан соң, сіздерге оң жақ жоғарында үш бұрышты кнопка тұрады. Соны басқаннан соң, төмен түсіп орта жағында қарасаңыздар, создать рекламу деген кнопка тұрады. Сол кнопканы басқан соң сіздерге компания ашылады. Компания дегеніміз сіздің рекламаңыздың, жарнамаңыздың қандай мақсатын көздеу керек, қандай мақсат қою керек, соны анықтайды. Ең алдымен сіздер мақсатын анықтайсыздар. Ол жерде 5 түрлі мақсат тұрады. Оның бірі сіздерде трафик. Ол трафикті сіздер өзіңіздің жарнамаңыз арқылы сайтқа жіберу. Екінші, вовлеченность, қызығушылығын арттыру. Үшінші, приложение орнату. Яғни сізде приложение болса, онда сол приложениені қалай орнату керектігі жөнінде жіберетін боласыздар. Төртінші түрі, видео. Егер сіздің тауарыңыз я болмаса қызметіңіз видео арқылы сатылатын болса, онда сізге видеоны таңдау керек болады. Сол арқылы сіз көп просмотр жинайсыздар. Бесінші түрі генерация лидов деген. Ондай түрі ол рекламаның жаңадан шыққан түрі болып саналады. Генерация лидов ол сіздің жарнамаңызды көрген адам подробнее я болмаса оставить заявку деген кнопканы басып, сіздің шығарып қойған формаңызды толтырып жіберетін болады. Бар болғаны сол, сіз аты жөні мен болмаса email я болмаса телефон номерін алып хабарласып кері шығып отырасыздар. Өте қарапайым. Осындай 5 түрлі мақсатын анықтап сіздер ары қарай жұмыс жасайсыздар. Екінші, компанияны ашып болған соң сіздерге группа объявление ашылады. Группа объявлениені ашқан соң сіздер аты жөнін жазып қоясыздар группа объявлениенің. Ол жерден сіздер ең алдымен аудитория таңдайсыздар. Аудитория таңдау ол ең маңызды мәселе деп қарасаңыздар болады. Өйткені сіздің жарнамаңыз кімге көріну керек, қалай көріну керек, соны анықтайтын боласыздар. Группа объявлениенің ішінде аудиторияны таңдайсыздар. Қызығушылығына байланысты және поведениесіне байланысты деген сияқты түрлі өзіңіздің қызметіңізге болмаса өзіңіздің бизнесіңізге қатысты сөздерді жазып, сол жерден өзіңіздің аудиторияңызды таңдайсыздар. Одан кейін екінші, placement таңдау. Placement дегеніміз ол сіздің Instagram'да жібересіз бе, я болмаса Facebook'та жібересіз бе, Facebook'ның оң жағында я болмаса лентасында жібересіз бе. Группа объявлениенің ішінен сіздер бюджет қоятын боласыздар. Бюджет дегеніміз ол сіздің сол жарнамаңыздың бір күнде қанша кету керек ақшасы. Группа объявление ашып болған соң далені басасыздар. Далені басқан соң сіздерге объявление ашылады. Объявлениенің ішінде сіздерге қандай сөздер болу керек, қандай фото, видео болу керек, соны өзіңіз таңдап, өзіңіз қоятын боласыздар. Ол жерден ең бірінші көретіндеріңіз формат объявление. Формат объявление дегеніміз ол жерден сіздер видео жібересіз бе, фото жібересіз бе, баннер, болмаса кольцевой галерея дейді. Кольцевой галерея сіздің өзіңіздің тауарларыңыз болса, бірнеше түрін фотоға түсіріп, соны салып қойсаңыздар болады. Адамдар ауыстырып қарап отырады. Формат объявлениені таңдап болған соң сіздерге ол жерден заголовок жазу керек. Заголовок ол сіздің клиенттеріңізге көрінетін ең басты тақырып болып саналады. Өзі айтып тұрғандай. Одан кейін текст, өзіңіздің жарнамалық мәтіндеріңізді жазасыздар. Ең соңында сіздерге конечная ссылка дейді. Конечная ссылка дегеніміз ол сіздің сайтыңыздың ссылкасын алып, сол жерге қоя саласыз. Сіздің жарнамаңызды көрген клиенттеріңіз сізді басып рекламаны сол арқылы сіздің сайтыңызға түсу керек болады. Сол ссылканы сол жерге қоятын боласыздар. Болды, осымен рекламаның объявлениесін жасап болдыңыздар. Одан соң далее разместить рекламу деген кнопканы басқан соң сіздерге карточканы тіркеу болу керек болады. Карточканы өзіңіздің карточкаңызды тіркейсіздер. Модерацияда ол 30 минуттан бастап 5-6 сағатқа дейін тұратын болады. Содан соң модерациядан өткен соң сіздің рекламаңыз жүретін болады. Оны сіз Facebook'қа кіріп, управление рекламы деген кнопканы басып, сол жерден қарап отыра аласыздар. Ол жерден сіздерге қаншама просмотр, қаншама показ, қаншама клик болды, қанша ақша кетіп жатыр, соның бәрін бақылап отырасыздар.
осыдан кейін сіздерге мен басқа да рекламаның түрлерін көрсететін боламын. Ол үшін сіздер каналға тіркеліп, қызыл кнопкадағы подписываться-ны басып, одан соң соның қасындағы қоңыраушаны бассаңыздар болды. Ең бірінші шыққан видео сіздерге көрінеді.